саламатсыздар, қадірменді халқым. Міне Гүлжан апай нешінші ағымы? Гүлжарқын апай нешінші ағымы? 14-ші ағымның несі, түлегі бізден себеп нүктені оқып шыққан. Мен даже ұмытып кеттім, бұл кісінің жолдасы ауырып, сол үшін үйренгенін оқуға келген. Бұл кісі оқып алып, жолдасын емдеп жүріп, бүгінге айтып отыр. Мен енді есіме түсіп отыр. Айтып беріңізші, қалай, немен ауырып еді? Ол кісі ауырғанда аяқ астынан есінен танып қалады. Бірінші кездері сол 10 минут, 5 минут сондай болады да, бірақ орнына қайтадан келеді. Сосын дені сау, бәрі жақсы. Қанша жыл сөйтіп ауырып жүрді? Сол бір ай болған жоқ. Бір ай сөйтіп ауырып жүрді? Бір айдай болған жоқ, біз сразу қаралдық. Сонда күніне неше рет алып қалған? Жоқ, емес, 2 күнде бір талып қалып жүрді, е? Сондай, сосын машинаға айдап жүретін ғой. Иә. Машина айдамайтын болды. Сразу машина сатып тастап, машинаға отыра алмайды, қорқасың енді. Содан докторға қаралдық, барлық нелерін бәрін тапсырдық. Сосын кішкене жақсы болған сияқты, бірақ приступ бәрі ұстай берді. Сосын мен айту оңайда сізді көрдік те. Қарекет бағдарламаса мені көрген. Айту оңай. Айту оңай. Қарекет кейін болды. Сізді көрдік те, сосын сізді іздеп келіп, сосын айттыңыз, біреуіңіз оқып алыңыз дедіңіз. Сосын ағаң айтты, тәтең оқиды, өзім едік деді. Иә, сіз жолдасыңыз осында келдік екеуміз сізге. Сосын кейін мен жазылдым да, сол декабрьде уже 1 жыл болды. 1 жыл болды, бұл кісі оқып, қанша уақытта емдеп алдыңыз жолдасыңыз? Сол оқығаннан бастап күнделікті массаж жасадым. Бірінші күні жасағанда сразу ұйықтап қалды. Бірінші бастың нүктесін оқыдық қой. Соны жасағанда сразу ұйықтап қалды. Ол кезде андай қондайда ештеңе де жоқ қой, просто массаж жасадым. Сонымен ұйықтап қалды. Одан кейін күнделікті өткен нүктелердің бәрін жасай бердім. Уже азайды, есінен танбайды, просто аяқ-қол кішкене былай жансызданып қалады. Сосын кейін есін бәрін біледі. Содан кейін уже кішкене жақсы болғаннан кейін уже қондайдай алдық, не алдық, айбек болып кетті. Содан кейін бір күні Ұзынағашқа бардық, қайтып келе жатқанда мойным ауырып кетті, бас кішкене уқалап жүрші деді. Сосын мен арт жағынан отырған машина уқалап жіберіп едім. Көзім ашылған-ай деді, прям жердің бәрі жап-жап кетті ғой деді. 2 март, содан бері әлі ұстаған жоқ. Сонымен жазылып кетті. 12 айда үйренген бұл кісі, сонда сіз 1 айдан бастап емдеп, 2 айда толық аяқтырған. Қазір ешқандай ұстаған жоқ. Ештеңе ұстамайды, бәрі жақсы. Қайтадан жұмысына шығып, жұмысын істейді. Машинасын айдап жүр. Машинаны сразу басқа машинаға алып берді. Жақсы. Иә, Гүлжарқын апамыз еще біздің ортамызға бір таныс кісіні үйіне жатқызып, өзім емдейтін шамам жоқ, бала шағамды қарап жүрмін деп. Сол орталыққа массаж ала қойды. Біздің ортамызға бір ағаны, Қытайдан келген бір кісінің аты емес? Жұмаш. Жұмаш деген ағамыз біздің инстаграмда бар, иә. Сол кісіні біздің ортаға 20 күн емдеді, 12-13 күн емдеді біздің ортада. Бірақ сол Гүлжарқын апайдың емде бірақ күнделікті Жұмаш ағаның жаңағы ұйқының уақыты, спортына, жаңағы тамағына, көңіл күйіне бәріне үлесін қосып бұл кісі. 4 Жұмаш ағаның емдеп қандай үлкен сауап. 9 этажға шығып келеді. Мен өзім қадағалайсыз оның бәрін? Бар, ертеңгісін береді. 4 рет шығып келеді, 9 этаж өзім ойлашы. Ана 20 метр жүре алмайтын кісі. Жоқ, сіздің жолдасыңызда не деп диагноз қойды біз? Оға ущемление деп қойды, просто тамыр кішкене қысылып қалған, неға қан және жүрмейді. Оны сіздер емдеттіңіздер, бірақ нәтиже жоқ? Емдеттік, нәтиже болған жоқ. Ақыры осы себепті нүктенің жылту массажымен сол ем болды әйтеу. Бірінші Құдай, екінші тұрсынғы. Ылғи айтып отырамыз, тұрсынғы деп. Жақсы. Өзіміздің бала шаға, сол тамыр-тамыз, тоған-тоғыз. Емдепсіз ғой берді массажды? Енді өзіміздікін ғана, сырттан ондай жоқ. Шамаңыз жоқ. Емер қарап отырмын. Кешке дейін ой. Бала шағаңыз келіп оқымады ма енді? Жоқ, оқитын олар оқитын уақыты жоқ. Уақытысы жоқ, бәрі жұмыста. Бірақ Құдай қаласа сізді де емдейміз. Басында келмей қойған, олдың өзі папаны емдей берші, керек жоқ деп. Өзі сұрап келді ғой. Жақсы, тоқтатасың.